Tungi studiyada. Nurlan Qo'yinbayevdin, Nurlan Qo'yinbayevdin, Nurlan Qo'yinbayevdin, Nurlan Qo'yinbayevdin. Xayrli kech xonimlar va mirzolar, kechimizning yulduzchisi Nurlan Qo'yinbayev. Hürmetli көрерmender, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет, өйткені ұлттық арна түнгі студия басталуда. Сіздермен бірге мен Нұрлан Қойынбаев және әріптестерім Татлер тобы. Ал, достар, шоуымызды керемет, кеттік! Кешар құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызға тамаша қонақтар келді. Олар 1999 жылы құрылып, Қазақстан эстрадасының бір кірпіші болып қаланып, орны бөлек беделді топ қалыптасты. Бұл топтың барлық жетістіктерін айта беретін болсақ, енді бағдарламамыз созылып, Таңшолпанға дейін кетіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан көп созбай қонақтарымызды қарсы алайық. Алдарыңызда түнгі студия бағдарламасының қонақтары Дервиштер тобы. Қошеметтеріңіз! Hoş geldinizler. Biz түнгі студия бағдарламасының атынан сіздерге кішігірім сыйлығымыз бар. Енді ашуға болады әрине. Ашайық. Қазір қайсы бар ма екен? Саня болса аңғар. Түспен. Бұл ерекше сыйлық. Біз енді қалай ашылады өзі? 5 адамнан тұратын бізге әлі топ келген жоқ. Біздің диванымыз 3 адамға арналған, сондықтан да бұл орындық керек болып қалады. Саша, сізге. Екеуі де сізге. Бұны сосын ашасыздар. Бұл Рустамға, Рустам келген жоқ. Рустам келген жоқ қой? Аяғын сындырып алды. Отырып көріңізші. Ой, керемет, керемет. Дәке, бұл ерекше сыйлық, бұл орындықты басқа бағдарламаға барасыздар ғой, сұхбатқа. Сол кезде бірге алып барасыздар. Өйткені барлық бағдарламада дивандар кішкентай ғой. Жақсы. Бұл ерекше орындық, бұл орындықтың астында магнит бар. Үйге тоңазытқышқа холодильникке жабыстырып қоюға болады, магнит сияқты. Ділмұрат Бахаров, қошеметтеріңіз. Райымжан Хамраев, Ермек Дияров, Руслан Надыров, және де Александр Кузнецов. Құрметті телекөрермендер, Дервиши тобы биыл 15 жасқа келіп жатыр. Қошеметтеп құттықтап қояйық. Енді жігіттер, 10 жылда концерт бергендеріңіз есімізде. 15 жылдыққа не дайындап жатсыздар? Мүмкін жаңағы 15 әні бар,
жаңағы күй таспа ма, жоқ 15 концерт бересіздер ма, жоқ 15 минуттық кино түсіресіздер ма? Жоқ, бір әнді 15 рет айтамыз. Бір әнді 15 рет айтасыз. Бір әнді 15 рет айтасыздар, залда 15 мың адам отырады. Иә. Ол концерт қай жерде болады екен? Алматыда? Алматыда. Келесі сұрағым, осы жақсы мерейтойға арна бір қандай жаңалықтар бар, қандай концерттер болады, қай қалада? Күзге жақын сольный концерт ұйымдастырамыз Алматыда. Дервиш деп ақша мен байлықты керек қылмайтын, жеке басында еш нәрсесі жоқ, дүние кезуші адамды айтады. Дұрыс қой? Дервиш деп. Жарайды, енді 99 жылы топ құрылған кезде енді ауыр болған шығар. Қазір жағдайларыңыз қалай? Енді сіздердің жаңа гастрольдеріңіз, гастрольдік кестелеріңізге қарағанда концерттеріңіз көп, енді дервиштерді ыңғайсыз екен сіздерге айтқан. Жоқ, біз Дервиштің тобыны құрғанда, как раз Нұрлан сіз айтқан сияқты, ауыр болды. 99 жыл біз Дилмұрат екеуміз квартирада тұрдық. Зарплатамыз целых $100 айға. Екеуміз куда будете деньги тратить деп жүрген уақыт қой. Сізде жақсы екен $100, басқаларда? Жоқ, біз $100, $50 Дервиш тапсақ, $50 біз Дилмұрат екеуміз тойға шығып, анау нелерде дежурный музыкант болып зарабатывать еткен. Алматыда. Странники, куда позовут, туда. Біздің ауылда Сансызбай деген бір кісі бар. Шымен де атына сай, енді аты Сансызбай, енді малы көп, енді 10 мың қойы бар, 10 мың сиыры бар. Ауданнан салық комитетінен біреу келіп қалса, бірден дервиш болып қалады. Тоже вариант. Енді сіздер 3 тілде ән айтасыздар. Енді шығыс колоритіне негізделген ерекше топсыздар. Енді қазіргі кезде топ жетекшісі Дилмұрат Бахаров. Сізді енді деликатно, делике десем болады ғой енді. Конечно. Делика. Делика. Қалжың ғой, дәке дей берсең болады ғой, дәке. Дәке, сіз продюсерсіз, композиторсыз, жақында авторлық жинақ ретінде 3 альбом шығардыңыз. Аранжировка жасайсыз, өзіңіздің жеке сайтыңыз бар екен. Қазақстан композиторлар одағының мүшесі екенсіз. Соған қарағанда сіз энергетикалық сусындарды көп пайдаланасыз ғой деймін. Қалай үлгересіз бәрін? Жоқ, басыңызда кредит бар ма? Мен оны саған сосын айтып беремін. Жоқ, шынында... Ішетін сусына еткен шай. Еткен шай бар. Сүтпен шай, азырақ тұз салады. Сол энергетический напиток Дилмұраттікі. Дилмұрат, бізге де ондай шайдан беріп тұрыңыз. Келіміз? Міндетті түрде өткені жұмыстары көп, үлгірмей едіңіз. Мына жерде сізді аранжировка жасайсыз, композитор екенсіз, мына жерде. Ойлап қалды, әлде басыңызда бірнеше кредит бар ма деп. Кредит барлар, шымен ғой, несиесі барлар жақсы жұмыс істейді ғой, ойланбай. Менде 1-2 жыл болған десең де. Ары қарай осы топ туралы біз айтып кетейік. Осы Реке, сіз қандай неде ойнайсыз? Бағана айтып кеттік. Бұл дауылпаз емес, аты басқаша. Дарбука дейді бұл инструментті. Дарбука. Кейбіреулер барабанды енді таяқшамен ұрады, кейбіреулер қолмен ұрады, ойнайды енді да. Кейбіреулер ойнай алмайды жаңағы. Осы сізден сұрайын дегенім, барабандар қалай болып бөлінеді? Аттары қандай? Мен естуімше марокканский дедіңіз ба сіз? Конго. Конго? Конго. Кешіріңіз, Конго. Есіне шығып кетті, Конго. Тағы да қандай барабандардың түрі болады Қазақстанда? Ол бірталай ғой. Көп. Бізде мәселен... Бонги, ударные установки. Латинские, африканские. Жарайды, енді барабандар көп Қазақстанда. Біз қазір енді нағыз дервишті таптық, экранға назар аударайық. Круто. Бұл Саняның сол өзінің жұмыс кәсібінің басында осындай барабан жоқ, анау осындай нелерді. Шелек дауылпаз.
сондай шелекте көрдің бе? отырған. Шелектер деньги, анау паспорт. водоэмульсионка бар, экоснежка бізден анау базарда автобус сатады ғой, сол біткен кезде Бұл жиналып тек қана автобуста ма? автобуста только. Автобуста арзан ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сіз байқадыңыз ба, шелектеп отыр. Не, на строительном базаре лучше. Вот білетін. Смесь вытых. Бізде Алматыда Орныңыз шелек емес қазір, жақсы орын. Шевченко Росмакиева деген бар. Александр, сізге ыңғайсыз болса, орындықты ауыстырып берейік па сізге? Кресло қою керек қой. Ну, жарайды. Александр, сізге ыңғайсыз болса, мен қасыма отырасыз мына жерге. Заместитель. Ана қазақтың альпачинасы көрінбей жатыр камераға. Александр, мына жаққа отырыңыз. Мінеке, бүгін ерекше бағдарлама болатын болды. Өйткені біздің студияға алғаш рет 5 адамдық топ келіп жатыр. Сондықтан да кешірім сұраймыз. Бәрі дұрыс қой, Александр? Бүгінгі кештің жұлдызы болды ғой. Иә, бүгін Александр Кузнецов бізде. По-другому посмотреть, Нурлан, это программа Нурлан Қоянбаева и его, это, есть же как? Көмекшісі. Жоқ, служба охраны деді ғой, бәрі қара киініп алған. Телохранителями. Иә, жақсы ғой екен. Экрандағыдай сіз ойнай аласыз ба, Реке? Жаңа, шелекте деді ма? Бізде ондай бар ма ыдыстар? Жаңа, не дедіңіз? Экоснежка. Экоснежка бар ма бізде студияда? Экоснежка в студию. Бірақ мен ойымша бұл экоснежка емес. Қошеметтеріңе, Реке, рахмет. Біз сіз туралы енді ғаламтордан біліп алдық. Жалпы сіздің музыка деген махаббатыңыз 5-ші сыныптан басталған, рас па? Да? Дұрыс, иә? Ол кезде сіз Қошалик деген ансамбльде ойнадыңыз. Дұрыс, Қошалик деп дұрыс айттым ғой? Қошалик, радость. Радость, Қошалик. Мектептен кейін сіз институтта да, факультет аралық байқауларда қатыстыңыз. Одан кейін әскерде отандық борышыңызды атқардыңыз. Онда да музыкалық ұжымда ойнапсыз. Бір сөзбен айтқанда, сіз музыкамен әрдайым біргесіз. Оған дәлел ретінде Райымжанның, Рекеңнің әскердегі суреті. Военный присяга берген кезде түсірген ғой. Военный присяга давали? Көз қарасың мықты екен. Гламурный көзқарас. Шынымен музыкаға жақын екенсіз, барабан тастамайды. Енді біз білеміз, естуімше сіз тамақ дайындауға жақын екенсіз, тамақ жақсы дайындайды екенсіз. Өзіңіз осы Группада нештатный кок, тамақ дайындайтын. Гастрольге шыққан кезде тез дайындалатын қандай тамақ бар өзі? Доширактан басқасы не дайындауға тез-тез? Любой? Жоқ, Сіз тамақ дайындап жатқан суретіңізді тауып алдық. ой. Ой. Көп жылдары диджей болыпсыз. Дұрыс қой, е? Сол диджей болған кезіңіздегі сурет таптық біз. Біраз дайындалдық қой сіздер келеді деп. Өзіріскі театр. Бұл ұйғыр театры. Бұл қай кездері болған? 86-87 жылы. Как раз Modern Talking, Абба, Bonnie M. Содан кейін брейк-данс бірінші волна болған. Брейк-данспен билеген. По мне не скажешь, конечно, но танцевал. Брейк-данстың суретін таппадық. Брейк-данс Нижний. Оны бүгін көрсетеміз ба ойын ойнаған кезде? Жоқ. Рустам бізде келген жоқ қой? Аяғына кішкене сындырып алды. Біз Рустам туралы біз сұрақтар дайындап қойғанбыз ғой. Рустам естуімше кірпіш шығаратын зауытта жұмыс істеген екен, е? Иә. Одан кейін жаңағы бастығынан бір күнге сұранып кетіпті Алматыға жаңағы кастингке барып келейінші деп. Сонымен Сонымен қайтқан жоқ, қайтқан жоқ.
Сол кеше сол бастық бізге келді ғой, Рустам іздеп жүр. Қайда ол деп. Бағдарламаны жалғастырайық. Енді Руслан, сіз ойнайтын аспап аты қандай? Бузуки бұл. Греческий. Гректің инструменті бұл. Гректің инструменті, менде рубаб деп жазып қойыпты. Рубабты ойнаймын. Рубабты Бузуки ойнайсыз, ойнаймын. рубаб, саз, бузук сияқты, Иә? Біз енді осы бузукида ойнаған, 35 жыл ойнаған адамның суретін таптық. Руслан, сіздің қолыңыз бейтінші, ұзын емес пе? Ойбай, өсіп кетті. Жарайды, жігіттер, көптеген бейнеклиптеріңіз бар, күй таспаларыңыз бар. Енді қалада тұрсыздар ғой Алматыда? Бізде енді бар ғой осы дәстүр, қалада тұрған кісілер жаңағы ескірген, бір жыл келген заттарды алға беріп жүреді. Сіздер сөйтіп алға беріп жүрмейсіздер ме? Күй таспаларыңызды, жаңағы бейнеклиптеріңізді. Біздің бұрынғы сценический киім-кешектер бар ғой, береміз, раздаем, ауылдарға барып, нелерге киеді бәрі. Мынау нелерін, валбул нелерін алып тастайды, нормальный. Валвул. Ауылда оны ең гламурный кісілер киеді. Ауылдың гламурный кісілер киіп алады. Бұл біз дервиш беген костюм деп киіп жүр бәрі, ауылда. Біз бәрі ауылдан шыққан ғой. Құрметті қонақтар, түнгі студияның форматы бойынша біз келесі рубрикамыз қонақтармен ойын ойнаймыз. Сіздер қарсы болмасаңыздар, страховкаларыңыз бар ғой? Онда біз қазір ортамызға әртүрлі ойындар ғылымының докторы Бижан Дәулетті қошеметпен қарсы аламыз. Бүгін бізде қонақта Дервиштер тобы. Сіздерді барлықтарыңызды алаңға шақырамын, ойын ойнаймыз. Рахмет. Қошеметтеріңізге рахмет. Құрметті Дервиштер тобы, сіздерге ойын шартын түсіндіре кетейін. Сіздер бұл ойынға барлықтарыңыз бірдей қатысасыздар. Нұрлан мырза, сіз бүгін қатыспайсыз. Біз тек... Ой, қайғырып кеттіңіз ғой. Бүгін қайта қызықты ойын болуға тиіс, себебі араларыңызда ең актерлық шеберлігі жоғары азамат кімді айта алатын едіңіздер? Сізді ма? Онда сізді бәріңіз сияқтысыздар ғой. Сізді мына жаққа шақырам, қалғандарыңызды әрқайсыңыз мына тақтайшаға жайғасуларыңызды сұрайым. Отырыңыздар, жайғасып алыңыздар. Райымжан мырза, сізге тапсырма. Қазір бір суретті көрсетемін, ол суретті мына кісілер көрмеу керек. Сіз ол суретті көріп алғаннан кейін тек қана актерлық шеберліктің көмегімен дыбыссыз бейнелеп суреттеп бересіз. Актерлық шеберлікпен ол Пантомима сияқты. сөйлемейсіз, мимика іс-қимылмен ғана. Ал сол көрген, сезіп тұрған, ойлаған нәрселеріңізді сіздер тақтайшаға салуларыңыз керек. Ол не болуы мүмкін? Төртеуіңіз бір-бірлеріңізге шартты түрде қарамауларыңыз керек. Түсінікті ғой? Түсінсек, онда бастаймыз. Қазір сіздер мүлдем қарамай тұрыңыздар. Сізге суретті көрсетейін. Көріп алдыңыздар ғой? Осыны сөзсіз түсіндіру керек. 1, 2, 3, Райымжан мырза түсіндіру. Барлығы 2 минут қана уақыт болады, сіздер сол уақыт ішінде салып. А если просто слово напишу? Я если слово напишу, можно ли будет? Райымжан мырза, жиып қойыңыз арасында. Сіз тоқтамай көрсете беріңіз, арасында халыққа да көрсетіп қойсаңыз болады. Мен
Отырыңыз қалыңыз. Көзіңді ұмытпау керек қой, көзді. Сонымен уақыт азайып келе жатыр, сізге дайын болсаңыздар. Сонымен уақыт 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Бірінші кімнен бастаймыз? Көрермендеріміз көрген болатын жаңа, ал енді сіздер көріп алыңыздар. Мен негізі Райымжан мырзадан бір түсіндіру шықты деп ойламаймын. Бір керемет, бір би шықты. Жоқ, мен көрсеттім ма? Бұл кім десең, қанаты бұл бар. Ратина деген ой. Да, екі қанаты. Тағы да екі қанаты. Мынау длинный хвост. Бас. Біз ойлап отырмыз. Оңтүстік, солтүстік, ұзақ жол деп біздер сынамай жатырмыз. Сонымен суреттердің бәрін бері қаратып алайық. Ұқсайды кішіне. Біз жаңа инелікті көрсеткен болатынбыз, Сізгі көбелек па? Я понял, что насекомое. Ну, бір туысқан ғой, родственники. Туысқан болып келеді. Сізге енді жақындағаныңыз үшін әзірге ештеңе айтпаймыз. Мүмкін одан да алыс нәрселер бар шығар. Александр Чамал ұқсайды. рисунок сейчас. Жоқ, бұны сосын көрсетеміз. Соңында ма? Міне, сіз көріп шықтыңыз ғой, көрдім ғой. Александр Мырзанікі керемет болды. Келесі кезек. Енді Руслан. Мынау көзі байлап қойған, қалай кетіп бар бұл? Очки. Очки ма бұл? Очки бар ма? Көзілдірік, Крутой, крутой лыжник. Сіздер бір-бірлеріңіз жақсы түсінеді екенсіздер. Десіз, бірден салай бастайды. Қошеметтеріңіз Русланды. Бұлар Бұны хищник, анау нелердің бәрі жейді ғой осы. Анау көбелекті. сіздер бір ансамбльдесіздер ғой, Иә. Солай шақырып отырмыз. Сіздер қалай түсінбей қалдыңыз бір-бірлеріңіз? Үндік дейміз ба бұны? Үндік ұқсайды. Фазан. Фазан ғой, фазан, басында кепкісі бар. Шапкісі бар. Өккелік қалған фазан ғой, бұлай кетіп бар. Сіздің қарныңыз аш. Көрсетті ғой, бұлай емес қой. Обиженный фазан. Ренші. Сізге Астанада... тотықысты көрсетуге әдемі келеді екен. Бұл Астанадағы фазан ғой. Мойын ұзында бір реншіп, жаурап тұрған сияқты. Ал Сонымен енді... соңғысы. Бисмилля. Ал. Ал енді... Бұл не болады екен? Не смейтесь громко. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Ladies and gentlemen. Лот номер 4. Ал, міне! Әлі тұр екен. Алдап атсаң не қалды? Ол басында дұрыс көрсетпеді. Самолеттің қанаты мынадай болмайды ғой. Қолымды қосалғаны ғой, Боингта келмейді екен. Мен дәкенге байқағам, сіз бастап түсіндірдіңіз ғой бүйтіп. Бірден отырып сала бастады ғой. Ол ары қарай көрген жоқ. Баланы көрген жоқ. Сыздыққан мұнау болып тұр ғой сонда. Аяқ көрген. Ең басты көмегім ол самолет қорығын көрсету. Сонда кім жақындады деп есептейміз? Әрине, Александр Мырза бүгін бізде ойында жеңімпаз. Музыкант деп айтсақ болады. Әйтеуір жобасы жақындаған 90%-ға тіпті жуық жақын деп айтуға болады. Сонымен ойын осындай. Рахмет, уақыт. Браво, Саня. Рахмет, әртүрлі ойындар ғылымының доктор Бижан Дәулет осы ойынды ойлап тапқан. Рахмет саған, бақытты бол. Рахмет. Енді сіз кетсеңіз, мен қасына тұрыңыз. Дәулет, рахмет, ойын керемет болды. Білмеймін, дервиштер тобына қонақтарымызға ұнады ма? Маған қатты ұнады. О, рахмет, күнде ести бермеймін. Сіздерге ұнады ма? Рахмет. Дәкенге ерекше ұнаған шығар, өйткені самолетті Жеңішке. күнде салатынын көріп қалдық. Жарайды, қошеметтеріңіз түнгі студия бағдарламасының қонақтары. Дервиштер тобы.
Нұрлан мырза, мен бір осы тұста ауыл есіме түсіп, ауылды сағынып тұрғаным бар еді. Бір Дербіштер тобының орындауында керемет бір ауыл жайлы өлеңдері бар еді, әндері. Соны бір тыңдасақ, күнде келіп жатқан жоқ қой жігіттер. Менен сұрап жатсыз? Жоқ, Дербіштер тобынан сіздің рұқсатыңызбен деген сияқты ма, білмеймін ғой, қалай болады? Енді қонақтарымыз қарсы болмаса, қошеметтеріңіз құрметті достар. Дербіштер тобы түнгі студия бағдарламасында. Жалғыз аяқ жолдарым сапарымды бастап жөнелді арба. Жүрегімнен тойладым, тоймеямда тарттым өнерді алға. Келін жолда, сенен жолда, өмірім сонда, жолдарымды тәңірім қолда. Ауылымнан басталған махаббатым арман жүрегім менің. Шашуларын шашталдан, ауылым сен думан тірегім менің. Жұбанышым, қуанышым ауылым едің, өскен ортам бұл ерім менің. Айнала, айналайын ауыл-ай, қарбызымен тәтті қауын-ай. Көлдерім айнала, көзден алар жауын-ай, бәрі маған достар бауыр-ай. Жұбанышым, қуанышым ауылым едің, өскен ортам бұл елім менің. Айнала, айналайын Құрметті көрермендер, осымен түнгі студия бағдарламасы аяқталды. Түнгі студия бағдарламасының қонақтары Дербіштер тобы. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше түнгі студияда ұлттық арнасында.